Тангенс 1 бөлінген x тең болады 1 бөлінген тангенс x дейді. Видеоны паузаға қойып, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Ал егер болмай жатса, онда давайте бірге шығарайық. Мынаны көрген кезде маған бірден ой келді. Мына жақта екі жағы енді теңдіктің екі жағы бір-біріне өте қатты ұқсас болғандықтан, бұл x-тің кез келген мәні нөлден басқа дедім. Не үшін нөлден басқа? Себебі мына бөлшектің бөлімі нөлге тең бола алмайды, иә. Енді басқа любой бір мән бола алу керек деген ой келді миыма. Бірақ мынаған что-то қарап тұрсам, ішім сезеді ғой енді. Бұл ондай емес, басқаша шығару керек деп. Сосын давайте теңдеу шығарып көрейік деп ойладым. Не істеуге болады? Бірден маған мына ой келді. 1 бөлінген тангенс x дегеніміз. Бұл не нәрсе? Бұл котангенс x емес пе? Сонда бізде тангенс 1 бөлінген x тең болады котангенс x-ке. Солай ғой. Окей, әрі қарай не істеуге болады? Мына котангенс x-ті мен тангенс қылып жаза аламын ба? Иә, сіздер ойлана тұрыңыздар. Ал мен оған дейін жаза аламын деп жауап беремін. Қалай жаза аламыз? Котангенс дегеніміз ол тангенс пи бөлінген 2 минус x емес пе? Солай. Не үшін? Себебі тангенс пен котангенстің шеңберіне қарайшы. Давайте оның таңбалары қандай еді? Тангенс пен котангенстің шеңбері қалай еске түсіремін? Мен былай еске түсірсем болады. Қараңыздар, мен оң қолымды былай плюс деп аламын, сол қолымды минус деп аламын. Сонда вот, мынау синус, косинус и тангенс, котангенс деп жаттап аламын. Сонда тангенс, котангенс дегеніміз плюс, минус болады екен. Вот. Давайте сіздерге түсінікті болу үшін тангенс, котангенстікі синус пен косинускіні жазалайын. Плюс, минус и плюс. Мынау синустікі, мынау косинустікі, иә? Вот бұлай жаттап алыңыздар, бей ғой, тұң деп жаттап аласыздар. Окей, сонда қараңыздар, егер мен тангенс бұлай пи бөлінген 2 градуста 90 градуста тұрып, оны азайтатын болса, мен мынау плюс таңбаға түседі екен, иә? Яғни бұл мынау пи бөлінген 2 мен 273 пи бөлінген 2-де функция өзгереді ғой? Бетесір ғой? Иә, өзгереді. Жоғары төменде өзгереді. Мына екі шетте жоқ өзгермейді деп жаттап аламыз. Сонда мынау 90 градуста өзгеретін болса, тангенс пи бөлінген 2 минус x дегеніміз котангенс x болады екен. Немесе керісінше, котангенс x дегенді мен тангенс пи бөлінген 2 минус x деп жаза аламын. Окей, әрі қарай не істеймін? Әрі қарай өте бір ақылды адамдар тұрады да айтады. Тангенс пен тангенс қысқартып жіберемізді, 1 бөлінген x тең пи бөлінген 2 минус x деп аламыз деп. Олардың да айтқандарының сөздерінің жаны бар. Себебі мына біздің теңдіктің екі жағда тангенс болып тұр. Яғни біз олардың аргументтерін теңестіріп жіберсек, теңдеуді шығара аламыз. Базар жоқ оған, претензиям жоқ менің оған. Бірақ тангенс деген периодты функция емес пе? Периодты функция деген нені білдіреді? Оның мәндері бір период сайын қайталанып отырады. Тангенстің периоды қандай еді? Ол пиға тең. Яғни әр 180 градус сайын тангенс қайталанып отырады мәндері. Яғни егер сіздер мына теңдеуді шығаратын болсаңыздар, бұл жақтан біз теңдіктің екі-ақ қана жауабын аламыз. Бірақ тангенстің шексіз көп жауабы бар ғой. Сонда сол қалған жауаптан қаяқтан аламын? Осы периодын мен қосу керекпін. Pn деген периодты не істеймін? Қосады екенмін. Енді бұл жерде біз айтып кетуіміз керекпіз. N дегеніміз не нәрсе? Ненің белгісі еді? Бүтін санның белгісі. Дұрыс айтасыздар. N деген кез келген бүтін сан деп айтып кетеміз. Әрі қарай мына квадрат теңдеуді шығаратын болсаңыздар, есептің мәні шығады. Ал енді мен мына жерде мүмкін таймлапс қоямын, мүмкін айтып жіберемін. Давайте шығара салайықшы. Ерін бей қояйық. Давайте мен не істеймін біріншіден. Біріншіден мен мына теңдеуді x-қа көбейтіп жіберемін. Не үшін? Себебі мына бөліміндегі x-тен құтылу үшін. Бірақ енді x-қа көбейтпесе алып, мен айтым керекпін x тең емес 0-ге деп. Солай ғой? Бөлімі 0-ге тең болмау керек. Енді сөйтіп x-қа көбейтіп жіберетін болсам, онда менде не шығады? X мен x көбейтіледі, x квадрат болады. Бірақ мына минус x квадрат теңдіктің сол жағына плюс x квадрат болып өтеді. Одан кейін, мынау пи бөлінген 2 мен пи қосылса, мынау
ортақ бөлім 2-ден беріліп, мынаған 2-ден келу керек қой. Солай ма? Сонда мынау бізде пи қосылған 2 пиен болу керек. Бірақ енді пи жақшаның сырын шығар жерден, сонда менде не қалады жақшаның ішінде? 1 қосылған 2n көбейтілген пи и бөлімінде 2. Осыған x көбейтіледі. И мынаның барлығы теңдіктің сол жағына минус болып кетеді. Солай ғой. И мына жақта теңдіктің сол жағындағы 1 бөлінген x-ке x көбейтсем, плюс 1-дің өзі қалады, тең бөлге. Енді ол квадрат теңдеуі келіп тұр, ары қарай дискриминантпен ұра саламыз ғой. Сонда дискриминант тең болады. X-тің алдында тұрған мәннің квадраты. Бұл айтқанда 1 плюс 2n көбейтілген пи-дің квадраты бөлінген. Жайтына 2-ның квадратын сразу 4 деп жазайық. Азайтылған 4-ке. Солай ғой. Ал енді x1 2 тең болады. X-тің алдында тұрған мәннің қарама қарсы таңбасына, яғни 1 плюс 2n пи бөлінген 2 плюс минус. Мына нәрсенің түбірасын алым керекпін. Енді мына 4-ті бұлай ортақ бөлім беретін болса, мынаған 4 теңгілік, яғни 16 болады. Алымы осы нәрсе азайтылған 16, бөлімінде 4. Бөліміндегі 4-ті мен сразу түбірдің астынан 2 деп шығарайын. Сонда алымда не қалады? Түбірдің астында 1 плюс 2n пи квадрат минус 16 қалады, е? Сонда камерада мына жер тым кішкентай болып қалған шығар енді. Бірақ енді айтқанымнан түсінікті деген ойдамын. Окей, ары қарай бөлінген 2 тең. Мына екі жағында бөлінген 2 болғандықтан, мына екеуіне ортақ бөлім 2 болып кетеді сразу. И оны бөлімде түсіріп жіберемін, бөлімінде 4 болады. Сонда алымда не қалады? 1 қосылған 2n көбейтілген пи плюс минус. И мына нәрсе солай ма? Түбірдің астында 1 қосылған 2n көбейтілген пи-дің квадраты азайтылған 16. Сонда жауап осы болады екен. Мынаны ұмытпау керек сосын. И все.